Өткенде бір шәкірт жаңадан намазға жығылып, умраға да барып келген сияқты сұрақ қойып жатыр да. Осы дейді, намазда Фатиха сүресінен кейін амин дауыстап айту, жалпы намазда талтайып тұратындар, төске шейін құлақ қағатындар, намазға басайтындар. Енді жалпы уахабистер айтып тұр ғой енді. Енді ол умраға барғанда сол қажылықта көрген сияқты, ол жақтағы мұсылмандарды. Енді ол Меккеге жан-жақтан бүкіл әлемнен келеді ғой енді. Сұрағы мынадай. Сіздер дейді, имамдар дейді, әминді айтпаңдар, дауысты іштен айтыңдар, Ханафи мазхабын оқыңдар деп айта бересіздер дейді да. Енді осының себебі неде деп мен сұрап тұр ғой енді. Бұл уахабизм идеологиясының тарихын білмейді. Олардың кім екенін білмейді, ұстанымдарын білмейтін адам ғой енді. Былай қарасаң, шынымен сұрағы дұрыс сияқты да. Енді былай қарасаң, бүкіл әлемде, мысалға Меккеде енді бүкіл әлемнен келгеннен кейін Ханбали мазхабын ұстанатындар бар ол жақта, Шафи мазхабын ұстанатындар бар мысалға, иә. Мәселе жоқ. Мәселе әминде емес негізінде. Мәселе намаз оқу сипатында емес. Қалай қол көтересің, қалай қолың байлайсың, мәселе ол жерде емес шындығында. Мәселе оның ақидасында, ұстанымында. Олардың мына мазхаб ұстанбауында біздің тарихымызды, біздің төл мәдениетімізді, салт дәстүрлерімізді, әдет ғұрыптарымызды, иә, бұның бәрін жоққа шығарып мансұқтауларында, намаз оқымайтын адамдарды кәдімгі күпірлікпен айыптауларында, тіпті намазын оқып, белгілі дәрежеде Құранын үйреніп жүрген, мысалға мазхабын ұстанып, Ханафи мазхабында жүрген адамдардың өзін сондай жек көрінішті немен қарауларында проблема. Оларды бидғатшы деп есептеулерінде. Яғни бұл уахабизм идеологиясының үлкен проблемасы негізінде мына сырт келбетте емес, ішкі ақидаларында болып тұр да проблема. Сол ақиданың кесірінен қаншама елде мысалға бүлік жасалды. Сол ақида, сол идеологияның кесірінен қаншама адамдар діннен безіп жатыр. Сол идеологияның кесірінен қаншама адамдар соғысқа кетіп қалды. Көрдіңіз бе, қауіптілігі қай жерде жатыр. Яғни ол идеология, сондай идеология ол адамды жек көруге алып барады айналада адамдар. Сен дәл сол сияқты, сол адам сияқты ойламасаң, соның идеологиясында болмасаң болды, сен адасқансың. Қаншама отбасылардың шырқы бұзылды. Қаншама әйелдерге талақтар кетті мысалға, иә? Айта берсек өте көп. Яғни айтайын дегенім, әминді неге дауыстап айтпаңдар дейміз, іштен айтыңдар дейміз. Иә, тағысын тағы. Неге? Себебі олардың қасында тұрған жастар, жаңадан келген намазхандар содан әсерленіп не істеп жатыр? Адамдар адасып жатыр да. Сол себептен әйтпесе ол, иә, хадисте бар, кейбір мазхаб ғалымдар оны ұстанады мысалға. Бірақ біздің елдегі сол амин деп айқайлап жүргендер, сол имамдарға бағынбай жүргендер ешқайсы мазхаб ұстанбайды. Олар кейде алдайды. Ханбали мазхабын ұстанамыз, Шафи мазхабын ұстанамыз, ол негізінде сол мазхабта бар ғой деген сияқты сөздермен алдайды негізінде. Сен бір мазхабты ұстану үшін не істеуің керек? Сол мазхабтың ақидасында, оның фиқи мәселесінде барлығын пәтуасын сен қабылдауың керек. Міне, сол мазхаб ұстану деген сөз да. Көрдіңіз ба? Олар не істейді? Өкінішке орай өзінің ақылына, өзінің нәпсісіне қалағанын таңдайды да, ол қалғанын тәрк етеді да. Сөйтіп жүріп жастардың бәрін не істейді? Алдайды. Демек, біздің елдегі жүргендер ешқандай да мазхаб ұстанбайды. Ханбали мазхабында ұстанбайды, Шафи мазхабында ұстанбайды. Олар өкінішке орай өздерінің кешегі 18 ғасырда пайда болған Мұхаммед бен Абдул Уахаб деген кісінің артынан еруші уахабизм идеологиясын таратушылар ғой бұлар. Көрдіңіз ба? Бұлардың ешқандай сәләфи жолымен, яғни сахабалардың, табиғиндардың өмірімен ешқандай қатысы жоқ. Олардың ақидасымен де ешқандай сорпасы қайнамайды. Олардың өмірімен, ұстанымдарымен де ешқандай қатысы жоқ та өкінішке орай. Бұл өз алдында бөлек бір ағым проблема. Мінекей, сол себептен бұны айтып отқан себебіміз, кейбір жастарымыз, кейбір ағаларымыз тіпті осыны түсінбейді. Бұл сұрақ бірінші рет қойылған жоқ, маған бірінші рет қойылды. Неге осыны айта бересіздер? Ода тұрған не бар деген сияқты да. Көп адам не істейді, оны асын білмейді да, оның астарын түсінбегеннен кейін солай деп айтады да. Сондықтан айтарым, біздің елдегі уахабизм идеологиясында жүрген, мен сәләфиім деп жүргендер негізінде ешқайсысы мазхаб ұстанбайды. Жаңа айтып отырған мәселеде олар не істейді? Өкінішке орай сол Саудиядағы өзінің шейхтарын ғана айтқанын жасайды болды, солардың айтқанымен жүреді да. Сол себептен біз не істейміз? Сол аминді дауыстап айтпаңдар, мына мешіттің тәртібіне бағыңдар деген мәселені біз сол үшін айтып жүреміз да. Алла Тағала баршамызға тауфиқ хидаят берсін, еліміз аман болсын, иншалла, жұртымыз тыныш болсын. Адасып жүргендерге Алла тура жол нәсіп етсін.